Кешір әріптестер, бізде 11 сыныптың емтиханына бірнеше күн уақыт қалды, иә? Ұмытпасам, бесіне болады ғой. 11 сыныптың ШМБ нұсқасына байланысты, яғни таратсаң математикалық бағытына байланысты бүгін уақытты тиімді пайдаланып емтихан есептерін шығарып көрейік. Так, олай болса бастайық. Алғашқы есеп. Алғашқы есеп бізде не дейді? Так, емнің қандай яғни бізде екі бөлімнен тұрады. А бөлімінде 15 сұрақтан тұратын тест, бұл бөлімде 10 сұрақтан тұратын бақылау жұмысы, былайша айтқанда есеп шығару. Мен дауысым естіліп тұр ма, экран көрініп тұр ма? Плюс белгісін қойып өтсеңіздер, сонымен есеп шығарып бастайық. Так, экран көрініп тұр ма сіздерге? Или шама үлкейтейін ба? Енді интернет онша ұстамай тұр ау деймін, иә? Так, олай болса бастайық. Мен дауысым естіліп тұр ма сіздерге? Так, бірінші есеп емнің қандай мәнінде f от x иә, еститін. f от x функциясы берілген x квадрат плюс m минус 1-дің x-ке көбейтіндісі болған жағдайда функция жұп болатынын анықтаңыз дейді. Емнің қандай мәнінде дейді. Енді мына жерде бізде варианттар берілген бірнеше нұсқалар. Осылардың ішінен отбирать етіп қойып көрейік. Мысалы, бірінші екіні қояйық. Екіні мына жерге қоямыз ғой. Так, f от x квадрат плюс 2 минус 1, яғни x-ке көбейтеміз. X квадрат, так, бізде 1x болады, яғни x, иә. Енді жұп функцияның жалпы түрі қалай еді? X-ке минус қойылған жағдайда бізде берілген функцияны өзі шығу керек. Так, мына жерге қойсақ, енді бірден оны анықтауға болады. Берілген функция шықпайды. Енді бірді қойып көрейік. Так, бірді қойса x квадрат. Так, мына жерге бірді қояйық. Жалпы 0 болып кетті мына жеріміз. Иә, мына жер 0 болып кетті. Минус қоятын болсақ, x-тің орнына минус қоятын болсақ, квадраттағында берілген функцияның өзі шықты. Демек, сонда бізде қай нұсқа екен? Б нұсқасы екен. Мына есеп түсінікті болды ма сіздерге? Түсінікті жеткізе алдым ба? Мен кейде жылдамырақ сөйлеп кетемін да, сонымен мына жерде Б нұсқасын осыдан көрсетіп қояйық. Кейбір сөзім түсініксіз болып қалады. Егер есеп түсінікті болса, келесі есепке ауыса берейік. Так, жүріп жатыр ма? Жүріп жатыр екен. Не дейді? Игіліктен 5 көбейтілген, яғни синус x плюс 3 функциясының ең кіші периодын табыңыз дейді. Бізде мынандай формула беретін, иә? Синустың өзінің ең кіші периодын әріптестер кешірім сұраймын. Так, басқа интернетке қосылуға тура келді. Так. Дауысым естіліп тұр ғой, экран көрініп тұр ғой, да? Бұның яғни модуль астында аға қатынасы деген формула бар еді. Яғни а деп отқанымыз бізде мынау 2. Мына синустың периоды бізде 2 пи етін, модуль асты а, яғни а-ның орнына 2-ні қоямыз, иә? Яғни модульден бізде плюс сан шығады. Яғни 2 мен 2 қысқарған жағдайда берілген функцияның ең кіші периоды пиға тең екен.
Так, ондай жауап бар ма бізде? Ондай жауап бар екен, иә? Мен дауысым естіліп тұр ма сіздерге? Әріптестер. Так, бізде пи деген жауап шықты. Сын нұсқасы екен. Сын нұсқасы жатқа не жазып жатыр? Иә дейді. Аха, жақсы. Мына есеп түсінікті болса, келесі цикл ауыса берейін, иә? Кері байланыс беріп отырыңыздар. Есеп түсінікті болса, мен келесі есепке ауыса берейін. Так, үшінші есеп не дейді? Мына туралы логарифм берілген туындысының x0 нүктесіндегі мәнін табыңыз дейді. Былайша айтқанда бізде мынау күрделі функция болып тұр, u болып тұр ғой, иә? Y тең ln u болып тұр. Енді туындысын табу кезінде не істеуші едік? ln uдан туынды алатын болсақ, u штрихты бөлеміз u-ға. Сонда не істейміз? X квадрат минус 6x плюс 5-ті штрихтаймыз, и бөлшектің бөлімі өзін жазып қоямыз. Так, 2x минус 6 бөлімінде x квадрат минус 6x плюс 5, иә? Енді бізге не дейді? X-тің мәні нөлге тең дейді. Яғни 0 деген санды қой дейді X-тің орнына. 2 көбейту 0 минус 6, 0-дің квадраты минус 6 көбейту 0 плюс 5. Так, алымында минус 6, бөлімінде 5. Яғни минус 5-тен 6 деген жауап шығады екен. Так, ондай жауап бар ма? А нұсқасында тұр екен. А нұсқасында. Мына есепті түсіндіре алдым ба сіздерге? Есеп түсінікті болса, кері байланыс бере кетіңіздер. Келесі есепке ауыса берейін. Так, жатқа не жазып жатыр? Иә, дейді, жақсы. Ал мына жерде келіп кеттік. Так, 3-тің квадратын бөлеміз 3-тің дәрежесіне логарифм 3 негізді 5-ке, иә? Так, қосылған, мына 3-тен 1-ді былай алмаңыздар. 3-тің минус 1 дәрежесі логарифм 3 негізді 5. Так, бізде мына бөлшектің бөлімінде мынаны былай жой жібересіз сақтап болады. Алымы 9 бөлімінде 5 қалады, иә? Так, мынау минус 1-іміз мына көбейтілген кезде 3-тің логарифм 3 негізді 5-тің минус 1 дәрежесі болады екен. Мына жерді түсіндіре алдым ба сіздерге? Яғни мынау дәрежені дәрежеге шығарған кезде көбейтілуші еді ғой. Иә, былайынан болады ғой. Так, мына алдында 1 бар, да? Мына минус 1-іміз мына 5-тің дәрежесіне кетті да. Сонда 3 негізді логарифм 3 негізді 5 болып қалды. Сонда бұл жерден 5 шығады. Формула бойынша. Так, мына кетті. 5-тен 9 плюс 5-тің минус 1 дәрежесі қалды бізде. Мынау қалды. Яғни ол дегеніміз 5-тен 1. Сонда жалпы 2 шығады. Түсінікті дейді. Жақсы. 2 деген жауап бар ма? Так, бұл нұсқасында тұр екен, иә? Бұл нұсқасы. Скрин жасап аламын десеңіздер. Bir сәт күте тұрайын. Так, келесі есеп. Ауыса берейік. Сұрақтарыңыз болса, қоя отырыңыздар. Мен сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Мына сұрақтар көрініп тұр ма сіздерге жалпы? Мына функция былайынан беріліп тұр. Мен мына есепті шамалы үлгейінші. Бәсе. Бізге күрделі функцияның түрін анықтауымыз керек, яғни құрастыруымыз керек. Мына x-тің орнына бізге мынаны қой дейді. Яғни мына x-тің орнына қоямыз ғой. Міне.
Сонда f от g от x тең үшінші дәрежелі түбірасты x қой бізде. Мына x-тің орнына мынаны қоямыз. Е-нің дәрежесінде x квадрат плюс 5. Так. Енді не дейді бізге? Осы жердегі x-тің орнына 2-ні қой дейді. Яғни мынаның орнына 2-ні қой дейді. Үшінші дәрежелі е-нің x-тің орнына 2-ні қоямыз. 2-нің квадраты плюс 5, иә. Үшінші дәрежелі е-нің 9 дәрежесі ғой. Ол дегеніміз қалай болады? 9 дегенді 3-тің 3 дәрежесі етіп алсақ болады ғой. Мынау кеткен жағдайда бізде е-нің 3 дәрежесі қалады екен. Ондай жауап бізде сын сатылып тұр. Обычно оқушылар мынандай жауап парақшасына осылайынан птичка қойып отырады. Бізде осылайынан қоя салайық. Мына есеп түсінікті болса, мен кері байланыс бере кетіңіздер. Келесі есепке ауыса берейік. Так, келесі. Алтыншы есеп не дейді? Жол сандықтың коды 1, 2, 3, 4, 5 цифрларынан құралған. Енді жол сандық дегеніміз айтсақ болады. Чемодан ғой, ол яғни осы цифрлардан тұратын 3 таңбалы кодты қанша тәсілмен жасауға болады? Енді мына жерде рет маңызды болып тұр ғой. Мысалы, бірінші осылайынан тұруы мүмкін. Болмаса, былайынан тұруы мүмкін деген сияқты осылайынан комбинация құрастырамыз. Енді оның барлығын құрастырып отыруға бізде уақыт жетпей қалуы мүмкін. Болмаса, біраз уақыт көп жұмсақ қоямыз. Сондықтан ящикқа сала салайық. Бізге 3 таңбалы керек. Бірінші біз мына 5 санды да қоя аламыз. Екінші 4 санды қоя аламыз. Үшінші 3 санды қоя аламыз, иә. Сонда қанша болды? 60 болды. Яғни реті маңызды болып тұр ғой бұл жерде. Немесе мына формулаға салса 5-те 3, 2 деп қойып 5-те 3. 5-нің факториалы бөлімінде 5 азайтылған 3 факториал. 5-нің факториалын бөліміз 2-нің факториалына. 2-нің факториалы көбейту 3, көбейту 4, көбейту 5 бөлімінде 2-нің факториалы. Так, кетті. Бізде 60 деген жауап шығады екен. Мына есеп түсінікті ме сіздерге? Кешірім сұраймын. Так, иә, жақсы. Олай болса тазалай кетейін. Так, бізде 7-ші есеп не дейді? 7-ші есеп лимитке байланысты келіпті. Мына 2-нің мәнін алып нәтижеге қойсақ, мысалы, қалай болады? Так, 9 болады. 9-дан 3 шығады. 3-тен 3 тапсақ 0. Ал мынадан 0 болады. Ол үшін анықталмағандық болып тұр ғой, былайша айтқанда. Бұндай кезде не істеуші едік? Так, түйіндісіне көбейтуші едік қой, бөлшектің бөлігіндегі. Так, түйіндісі деген қарама-қарсы таңбамен қоямыз, иә. 2х минус 4 3 плюс түбір астында х плюс 7 дейді. Так, мына екі қысқарып кетсе қайттан бастап тұр шығады ғой. Сондықтан ешқандай қорқыныш жетіші жоқ, иә. Так, мына формулаға келейін деп тұр. Так, 3-тің квадраты 9 минус, так, мынаның квадраты бізде түрден шығып кетейін деп тұр ғой. Алымын жазып қоя салайық. Х плюс 7 бір астында. Мына жерде бізде бөлімінде лимит қалып кетті. Лимит х 2 ұмтылғанда жақшаны ажатын болсақ бізде 2 қалады, минус х. 2х минус 4 3 плюс
түбір астында x плюс 7. Осы жерге түсінікті болды ма сіздерге? Так, енді мына екіні қоюға болады. Мына жерге, мына жерге и мына x-ке. Жауабы не болады? Бірден есептесек болады. Бөлімі 0 болып тұр ғой бізде. Алдында қандай сан шықса, алдына тұк есептеп қояйық. Мына жерге екіні қоямыз. 0 болады. Мына жерде бір сан шықты. Жауабы 0 шығып тұр ғой. 0 деген жауап бар ма? Сан нұсқасында тұр екен. Дауысым естіліп отыр ма сіздерге? Экран жақсы көрініп тұр ма? Кері байланыс бере кетсеңіздер. Жаңа группада опрос жасаған кезде біраз адам қатысамыз деп дауыс берген сияқты еді. Что-то қазақ ұстаздар отыр, көрініп тұр дейді. Жақсы. Ойса тазалай кетейік. Сегізінші есеп. Берілген функцияның экстрем нүктелерін табыңыз дейді. Ал бастайық. Туындысын алайық. Мына жерде туынды 12x квадрат. Мына жерде 6x. Мына жерде минус 18. Енді экстрем нүктелерін табу үшін не істеуші едік? Нөлге теңестіріп, яғни нөлдерін табатынбыз. Солай ғой. 6-ға бөлінетін сияқты 2x квадрат плюс x минус 3 тең 0. Так. Байна шығара салғым келіп тұр. 2 мен 3 қойын деп тұр ма? 2 мен 3 мынаға минус береміз. Сонда 2-ге бөліп жасақ 1. Екінші тәбіріміз 2-ге бөліп жасақ минус 1 жарым. Минус 1 жарым. Так, мұны төбеге сабырейін. Интервалға бөліп. Так, минус 1 жарым. 3-те 1. Туындың таңбасы бізде плюс болып тұр. Сондықтан плюс, минус, плюс. Плюстен минуске кеткен аралық бізде қалай деуші еді? Максимум болатын, иә? Минустан плюске кеткен аралық, яғни бізде минимум болатын. Бізге не дейді? Экстрем нүктелерін тап дейді. Жалпы екеуінде табуымыз керек, иә? Максимум нүктесі бізде минус 1 жарым жауапқа кірмейді. Мына жауапқа кірмейді. Мына жауапқа кірмейді. Түк. Максимум бізде минус 1 жарым дейді, жауапқа кірмейді екен. Бізде максимум минус 1,5, минимум плюс 1-ге тең. Демек, мына жауапқа кірмейді. Сонда бізде д нұсқасы болады ғой. Д нұсқасы. Осы есепке кері байланыс бере кетсеңіздер, түсінікті болса, мен келесі есепке ауысайын. 30 сөздеріңізден жазып қойсаңыздар, шабытты шақырдық. Ары қарай есепті боламыз, иә? Так. Келесі. Бізде келесі 9-шы есеп. Так, 9-шы есеп не дейді? Функциясының графигі және де 64. Яғни бірден анықталады, мына x, мына y. Нүктесін өтеді. Бұның мәнін табу керек. Енді қарайық. Y-ның орнына 64 қоямыз мына жерге. X табуға болады. 64-тен, так, 4-тен 1, оның дәрежесіне 2x минус 3. Болды ғой, есебіміз шығып тұрған сияқты. 64 дегеніміз 4-тің кубы, 4-тен 1-ді 4-тің минус 3 дәрежесі етіп алсам, так, минус 1 дәреже.
Так, минус 1 дәреже. 2х минус 3 дәрежеге шығару керек. Сонда 4-тің 3 дәрежесі тең, 4-тің дәрежесінде 3 минус 2х. Так, кетті. 2х бізде 0-ге тең, x'іміз жалпы 0-ге тең. Ал бізде x'іміз не еді өзі жаңа? X p-ға тең еді ғой. Демек, p дегеніміз 0-ге тең болып тұр ғой. 0 деген жауап бар ма? Сол нұсқасында тұр екен. Мына есеп түсінікті болды ма сіздерге? Түсінікті болса плюс белгісін қоя беріңіздер. Уақыт жоғалтпай келесі есепке ауыса берейік. Арасында скрин жасап отырыңыздар, группаға жіберіп қойсаңыздар. Түсінікті дейді, жақсы. Келесі. Біз әлі А бөлімінде жүрміз. Так, 10 жүзіп. Үшінші дәрежелі түбір, иә, көбейту кезінде түбірдің қасиеттері бойынша бір түбірге алушы едік қой. Яғни 9 плюс түбір асты 17, 9 минус түбір асты 17 дейді. Енді қарайықшы, бізде мынау а квадрат минус б квадрат деген формула келіп тұр, иә. Сонда 9-дың квадраты азайтылған түбір асты 27-нің квадраты. Сонда үшінші дәрежелі түбір асты 81 минус 27. Ал айта беріңіз. Түбірдің ішінде 17 болады ғой. 17, 27 деп кеттім. Так, сонда өзіміз. 81-ден 17 алса 64 па? 64, иә? 4 шықты. 4 деген жауап бізде С нұсқасында тұр. Так, тазалай берейін. Скрин жасап алсаңыздар. Келесі есепке ауысайық. Не дейді? 11 жесек функцияны анықталу болсын тап дейді. Енді қарай. Мынау ненің орнында тұр? Б-ның орнында тұр ғой. Бұл 0-ден үлкен болу. Иә, жалпы бізде логарифм а негізді Б болған жағдайда Б 0-ден үлкен болушы еді ғой. Анықталу табу кезінде. Сонда x минус 3-тің қатынасында x квадрат минус 25 үлкен 0-ден. Так, не істейміз? X минус 3 0-ден үлкен, x квадрат минус 25 0-ден үлкен. Так, түбірлер белгілі ғой, мына жерде 3 шығады, мына жерде плюс минус 5 шығады. Интервалға саламыз. Бөлшекпен келген кезде міндетті түрде интервалға салыңыздар. Ашық нүктеде бізде минус 5, плюс 5, ортада 3. Так, интервалдарға бөліп алайық. 6 берсек алымы плюс, бөлімі плюс, яғни мына оң жақ плюс болады. Түбірлер қайталанып жатқан жоқ, сондықтан таңбаларды рет-ретімен кезекпен қоя береміз. Бізге 0-ден үлкен аралық керек. Яғни мынау аралық және де мынау аралық. Минус 5-тен 3-ке дейін, бірігуінде 5-тен плюс 8-ке дейін. Бар ма ондай жауап? Так, бұл нұсқасында тұр екен, мына есеп түсінікті болды ма? Сіздерге түсінікті болса, сабағымыздар келесі есепке ауысады. Жақсы. 12 есеп математикалық күтім, яғни мат күтім табу керек. Былайша айтқанда бір қатты қиын есеп деп айта алмаймын. Бірақ кейбір оқушылар асыққан жағдайда осыдан қателесіп жатады, ұбт-да да келеді ғой мат сауат есептерінде. Көбейтеміз. X пен p-ның мәндерін көбейтіп қосамыз ғой, иә. 4-тің 4-тен 3-ке көбейтеміз. 5-тен 4-тен 3-ке көбейтеміз. 6-ны 4-тен 1-ге көбейтеміз. Бізде
бір бүтін оннан екі, бір бүтін оннан бес. Шай ішіп бір кесе. Қанша Иә, болады? жүр. Так, мынау бір бүтін оннан екі, мынамен екі бүтін оннан төрт, екі бүтін оннан алты, екі бүтін оннан алтыға бір бүтін оннан бесті қоссақ қанша болады? Төрт бүтін оннан бір болады, иә? Дұрыс па? бір қадағалап отырыңыздар, осындай есептеулер кезінде қателіктер кетіп қалып жүрмесін. Әріптестер, сөз жасайық. Есеп түсінікті болған шығар. Барлай берейін. Келесі. Бізде кері тригонометриялық өрнек келген екен. Жатқа не дейді? Плюс дейді, жақсы. Бізде мынандай формула беретін. Ар косинус минус а болған жағдайда қалай болушы еді? Яғни пиден минустан құтылу үшін ар косинус аны қосамыз. Сонда пи азайтылған ар косинус екіден төбелас үш. Пи азайтылған. Так, ар косинус екіден төбелас үш дегеніміз бізде қанша? 30 градус беретін. Пи бөлінген 6, мынаған 6 берейік. Сонда 5 пи бөлінген 6 деген жауап шығады. Ол жауап бізде балл нұсқасына отырған. Есебіміз әдейі керемет шықты деп ойлаймын. Келесі есепке алсақ. А бөлімін былайша айтқанда аяқтап қалдық. Мүмкіндік болса екінші сабақ ұйымдастырамыз қазір. Так, не дейді? Есептеңіз дейді. Мен үлкейтін межеге жаздым. 2х дәрежесі ln 2 dx. ln 2 dx. Енді бұл жерде не істейміз? Былай қылсақ не болады? 2х дәрежесін, ол дегеніміз 2х дәрежесі ln 2 болушы еді ғой. Сонда бізде бұл жерден шығады 2-ның х дәрежесі. Так, 1-ден 3 аралығында 2-ның 3 дәрежесі азайтылған 2-ның 1 дәрежесі. 6 шығады. 6 деген жауап шықты. Есеп түсінікті болды деген ойдамын. Тазалай берейін. Скрин жасап алсаңыздар. Келесі есепке ауысайық. Так, А бөлімінің соңғы есебі. Мен шама үлкейтейін, сіздерге мүмкін көрінбей тұруы мүмкін. Так. Қойып. Ал бастайық. Былай оңай есеп сияқты көрінгенмен, кей жағдайда осы болмайтын жерден қате жіберіп жатамыз ғой, жалпы. 2-ден 1-дің 3 дәрежесі дегеніміз қанша болады? 8-ден 1 болады. 9-ның минус 2-ден 1 дәрежесі деген 1 бөлінген 81 болайын деп тұр. Так. 4-дің 2-ден 3 дәрежесі 4-дің кубы болып тұр ма? Көбейтілген 1. 8-дің 0 дәрежесі 1 ғой. Былай қылайық. 9 көбейтілген 27-дің 2-ден 1 дәрежесі екінші дәрежелі тұбырасы 27. Так, 3-тен 1, ой, мына жерде көбейту екен ғой. Көбейту 3-тен 1-дің 2-ден 3 дәрежесі дегеніміз қалай болады? 3-тен 1-дің, так, интернет дұрыс ұстамай тұр деймін де. 3 дәрежесі.
Ал ары қарай кеттік. Так, 8 бен 81 көбейтпей қоя тұрайық. Бізде мына 64, 64-тен 8 шығады, иә? Бар, кетті. Мына жерде 9 көбейтілген 3 түбір астында 3. Көбейтілген мына жерде 27-тен 1 болады. 27-тен 1 дегеніміз қалай болады? 27-тен 1. Так, алымында бізде 1-дің 81-ге қатынасы. Бөлімінде 27 түбір асты 3. Мынау қалай өтеді? 3-тен түбір асты 3, алымда 1 шығады. Так, мына екеуі кетеді. И мына екеуі кетеді. 9. 9. 9. Так, біз қай жерде қателестік? Мына жерде дұрыс жауап жоқ сияқты. Так, дейді. 2-ден 1-дің 3 дәрежесі 8-ден 1. Так, бізде мына жерде былай болған екен ғой. 9-ның 2-ден 1 дәрежесі деген 9-ның минус 2-ден 1 дәрежесі. Яғни 1 бөлінген 9-ның 2-ден 1 дәрежесі. Ол дегеніміз 1 бөлінген түбір асты 9 деген сөз. Сонда, яғни 3 шыққан мына жерде. Да, бізде мына жерде 81 емес, мына жер не болады? 3 болады. 3 болады екен. Мына жеріміз 81 емес, 3. 3, 3. Так, 9-дан 1, 27-тен 1. Наконец-то жауабымыз шықты. Жауабымыз шықты. Құрметті әріптестер, бөлімнен сіздер қояр сұрақтарыңыз бар болса, жауап беруге дайынмын. Егер сұрақ жоқ болған жағдайда мен бұл бөлімнен ауыса берейін. Так, мен даусым естіліп тұр ма сіздерге? Экран көрініп тұр ма? Есептер түсінікті болып жатыр ма? Кері байланысқа шығып отырсаңыздар, так, түсінікті, плюс дейді. Жақсы. Олай болса тазалай кетейік. Так, бұл бөлімді ашып көрейік. Туындысының мәнін табыңыз дейді. Так, туындысын табатын болсақ, жазылмасынан қалай болады? Түбір асты x-ің туындысы болады. 1 бөлінген 2 түбір астында x болатын, иә? Так, 0. Мына жерден 2 қысқарады. 3-тің түбір асты x-ке қатынасы. Кеттік. 3-тің түбір асты x-ке қатынасы дейді. Жақсы. Енді бізде бұда не дейді? Мына қисығына жүргізілген жанама, мына түзілімде параллель дейді. Яғни жанаманың теңдігін жазыңыз дейді. Жанаманың теңдігінің формуласы қалай еді? Y-тен f от x нолевой қосылған f штрих x нолевой, x минус x нолевой. Олай болса, не істейміз? Бірінші функцияны жазып алайын. Екінші функциямыз
Енді жалпы бізде, мен шамалы басқа салайын да, былай жазып қояйын ерекшелеп. Бізде мынандай формула бар еді: y тең kx плюс 4 деген формула бар еді. Сонда к тұзық біздегі к деп отқанымыз мынау болып тұр ғой. К үшке тең. Дұрыс па? К үшке тең. Енді қарайықшы. К дегеніміз бізде мынаған тең еді. Келісесіздер ғой? Так, бұл дегеніміз бізде 3-тің түбір асты x-ке қатынасы болып тұр. Енді осыны мына екеуін теңестіріп жіберсек, к дегеніміз бізде 3-ке тең. 3-тің түбір асты x-ке қатынасы. Так, түбір асты x дегеніміз 1, яғни x-іміз сол жерден 1-ге тең. X-ні ала қой, 1-ге тең. Кешірім сұраймын, менде тағы интернет үзіліп кетті. Жалпы бізде x-ні ала қоймыз қаншаға тең еді? X-ні ала қойып 1-ге тең.